Түркия Республикасының тарихында құрылысы бас-аяғы жаңадан салынған алғашқы шіркеу Стамбулда ашылды. Стамбулдағы шіркеудің ашылу салтанатында сөз сөйлеген Режеп Тайып Ердоған Палестина-Израиль қақтығысы туралы былай деп мәлімдеме жасады. Құддус барлық үш діннің қасиетті қаласы. Құддус шәриф бәріміз үшін маңызы, мәні, құндылығы мен орны бар қала. Ол даусыз. Құддусқа 4 ғасырдан астам қызмет ету бақытына ие болған халқымыз үшін бұл құтты қаланың маңызы зор. Оның ерекше орны бар. Канони Сұлтан Сүлейманның Әл-Халил қақпасына «Ла илаха иллаллах, Ибрахим халилуллах» деп жаздырған өрнегі біздің ата-бабаларымыздың қасиетті қала Құддус шәрифке көрсеткен қамқорлығының ең әдемі белгісі. Алайда Османлылардың аймақтан кетуімен мұсылмандар мен христиандардың Құддусқа құқықтары Біріккен Ұлттар ұйымының көптеген қарарларына қарамастан кезең-кезегімен бұзылды. Ғасырлар бойы бейбітшілік пен амандықтың өлкесі болған Құддус өкінішке орай бүгінде шиеленіс, басып алу, қиратудың символына айналды. Таяу шығыстың тарихын білетіндер бұл шындықты өте анық көріп отыр, біледі. Бүгінгі таңда өңіріміздегі барлық мәселелердің түбінде Палестина мәселесі бар. Бұл сұрақ әділ шешілмесе, өңіріміз тыныштықты аңсайтын болады. Таяу шығыста Палестина-Израиль мәселесінің түпкілікті шешілуімен ғана тұрақты бейбітшілік орнайды. Бұл ретте біз әрдайым айтып жүргеніміздей 1967 жылғы шекараларға негізделген астанасы Құддус болып саналатын тәуелсіз географиялық интеграцияланған Палестина мемлекетін мойындау бұдан былай кейінге қалдыруға болмайтын қажеттілік. Дегенмен Құддусты уақыт пен кеңістікте бөлу талпыныстары Харам әл-Шарифке қарсы қудалаулар саны күн санап артып келеді. Түркия ретінде бұл мәселеге қатысты өз реакциямыз бен қарсылығымызды мүмкіндігіміз келгенше білдіреміз. Бүкіл әлем үнсіз қалған уақытта біз шындықты ауыр болса да ақиқатты айтудан ешқашан тартынбадық. Палестиналық бауырларымызбен әрқашан ынтымақтасып отырғанда аймақтағы шиеленісті күшейтіп қантөгістің шығуына әкелетін проблемаларды одан әрі ушықтыратын барлық қадамдардан аулақ болу керектігін баса айтамыз. Біз Газа халқының қоршауда қалған азаптарын тиісті мекемелері арқылы жеңілдету жұмыстарын жүргіздік. Оған біз бар күшімізді салдық. Бүгінде әділ бейбітшіліктің ұтылғаны болмас ұранымен әрекет етеміз. Сұхбаттарымызда ең көп айтатынымыз Палестина мәселесін халықаралық заң бойынша шешіп, аймаққа тыныштық пен тұрақтылық әкелу, бейбітшілікке осылайша қол жеткізу. Әділдіктің орнауы кешігіп жатқандықтан, бұның құнын өкінішке орай барлық палестиналықтар және израильдіктермен бірге бүкіл аймағымыз төлейді. Әсіресе бейкүнә балалардың, жөргекте құндақталған сәбилердің өлімі, азабы бәріміздің жүрегімізді ауыртады. Отқа май құю ешкімге де пайда келмейді, әсіресе екі тараптардың азаматтарына. Түркия Республикасы соғыс қимылдарының дереу тоқтатылуы, аяқталу үшін барын салуға дайын. Өңірде сөз өтетін ықпалды тұлғаларды бейбітшілік үшін үлес қосуға шақырамыз.